Бүгін біз кредиттік ұйым, банкпен немесе микроқаржылық ұйыммен шарт жасасу кезіндегі маңызды тұстарды сөз етеміз. Және шартқа қол қоймас бұрын неге назар аудару керектігін айтып береміз. Біріншісі, және ең бастысы, есіңізде болсын. Кредиттік ұйыммен шарт жасағаннан кейін сіз бірден өзіңізге қарызды уақытылы өтеу міндеттемесін аласыз. Сондықтан қолыңызды қоймас бұрын шартты мұқият зерделеу қажет. Егер түсінбеген жеріңіз болса, менеджерден немесе таныс заңгерден нақтылағаныңыз дұрыс. Қарыз туралы негізгі ақпарат шарттың міндетті бөлігі болып табылатын титул парағында болады. Оның форматы барлық кредиттік ұйымдар үшін бірдей, және онда қарыз алушы ерекше назар аудару тиіс мәліметтер бар. Ол қарыздың сомасы мен мерзімі, сыйақы және жылдық тиімді салым мөлшерлемесі. Бұл мөлшерлеме кредиттің шынайы құнын көрсетеді. Ол арқылы қарыздың қаншаға түсетінін анықтауға болады. Жылдық тиімді салым мөлшерлемесі. Неғұрлым төмен болған сайын кредит беру шарттары соғұрлым тиімді болады. Титул парағында мыналар қамтылуға тиіс. Қарыз сомасы мен мерзімі, сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері, жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері. Банктық қарыз шарты бойынша міндеттемені орындауда мерзімінен кешіктірудің себептері, кірістері және басқа да расталған мән-жайлар туралы мәліметтер қамтылған жазбаша өтінішті қарыз алушының банкке беру құқығы туралы ақпарат. Банк немесе микроқаржы ұйымы қарызды өтеудің бірнеше әдісін ұсына алады. Олардың ең көп тарағандары сараланған және аннуитеттік төлемдер. Олардың арасындағы айырмашылық қандай? Сараланған әдіс бойынша қарыз алушы басында ай сайын үлкен жарна төлейді, бірақ әр айда олардың мөлшері азайып отырады. Ал негізгі қарыз тең үлестермен өтеледі. Бұл әдіс кредитті немесе ипотеканы мерзімінен бұрын өтеу кезінде тиімді. Аннуитеттік схема бойынша ай сайынғы төлемдер бірдей, және олар бүкіл кредит беру мерзіміне созылады. Бұл қарыз алушы үшін ыңғайлы және кредитор үшін пайдалы. Бірақ пайыздар бойынша артық төлем жасалынатындықтан, мұндай әдіспен өтеген жағдайда кредит қарыз алушы үшін сараланған төлемдерге қарағанда қымбатқа шығады. Кредитті өтеуді созып алмаңыз. Төлем кестесін сақтаңыз, телефоныңызға жоспарлы төлем күні туралы ескертпе орнатып алыңыз. Берешекті төлем күннен 5-7 жұмыс күні бұрын төлеген жөн. Сонда ақша шотқа түсіп үлгереді. Егер кредитті ертерек өтеу мүмкіндігі пайда болса, оны міндетті түрде пайдаланыңыз. Себебі, алдағы уақыттарда түрлі мән-жайлар салдарынан төлем мерзімі кешігетін жағдайлар туындап қалуы да әбден мүмкін. Егер кредитті мерзімінен бұрын өтеу тәсілінен өтесеңіз, банкте немесе микроқаржылық ұйымдарда оның өтелген-өтелмегенін нақтылаңыз. Кей жағдайларда ай сайынғы жоспарлы төлем шығынға жазылмас үшін мерзімінен бұрын өтеуді мобильдік банк қосымшасында немесе кредитордың сайтында дұрыс рәсімдеу керек болады. Кредиттік ұйымнан міндетті түрде кредиттің өтелгені туралы анықтама алыңыз. Қырағылық танытыңыз. Шарт талаптарын мұқият зерделеп, төлем кестесін сақтауға тырысыңыз. Есіңізде болсын, кредит бұл жауапкершілік. Төлем мерзімін сәл кешіктірсеңіз, кредит тарихыңыз бүлінді дей беріңіз. Бірақ мұндай жағдайдан да жол табуға болады. Жеке тұлғалардың қарыздары бойынша мерзімінен кешіктірілген берешекті реттеу рәсімі бар. Кредиттер туралы бұдан да көп ақпаратты, сондай-ақ қарыз бойынша төлем мерзімі кешіктірілген жағдайда не істеу керектігі туралы fingramota.kz сайтынан таба аласыз.